Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз алдыңғы видеороликтегі сабағымызды жалғастыратын боламыз. Ал есебімізге көшсек, 31-де 6-шы есеп, 2 ойын сүйегі лақтырылды. Түскен сандардың көбейтіндісінің мәні 5 санына тең болу ықтималдығын табыңдар. 2 ойын сүйегі десе, яғни бізде барлығы 6 жағы болады, оның яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6 түсуі мүмкін. Соның 5 саны екеуін көбейткенде, яғни ол 1 мен 5-ті көбейткен кезде, немесе бірінші көбейгіміз 5, екінші көбейгіміз 1 деп түскен кезде, оның екеуін көбейткен кезде 5 болады. Сондықтан да бұл жерде біз барлық бізде мүмкін жағдай ол 36-ға тең болады, ал өзімізге қолайлы жағдай ол 2-ге тең болады. Сондықтан да біз бұл оқиғаның ықтималдығын тапқан кезде 36-дан 2 тең болады 18-ден 1 деп жазамыз. Келесі есебіміз 31-де 7. Бірінші шарты ол 1 тиын 2 рет лақтырылады. Ең болмаса 1 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын табыңдар деген. Тиынның 2 жағы болады, яғни бір жағы елтаңба, бір жағы сан жағы. Оның түспеу ықтималдығы, мысалға біз түсу ықтималдығын P деп белгілесек, түспеу ықтималдығы Q деп белгілейміз. Ол 2-ден 1-ге тең. Яғни біздің толық ықтималдығымыз ол әрқашан 1-ге тең болады. Сондықтан да оның түсу ықтималдығы 2-ден 1-ге тең болса, дәл солай 2-ден 1-ді азайтқан кезде түспеу ықтималдығы да 2-ден 1-ге тең болады. Ал енді бірінші ең болмаса 1 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын табу үшін біз барлығы бұл жерде 4 жағдай қарастырылады. Мысалға, елтаңба мен елтаңба түсуі мүмкін, елтаңба мен сан түсуі мүмкін, сан мен елтаңба түсуі мүмкін, және де сан мен сан түсуі мүмкін. Барлығы 4 жағдай. Сонда ең болмаса 1 рет елтаңба түсуінің ықтималдығы, біз оны 1-ден азайтамыз 4-тен 1-ді, сол кезде бізде 4-тен 3 болады жауабы. Сол кезде ең болмағанда 4-тен 3 ықтималдығы елтаңба түседі екен. Екінші есебіміз 3 тиын лақтырылады. Осы жерде 2 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын біз дәл солай формула арқылы шығаратын боламыз. Ол яғни мысалы түсу, түспеу, түсу, және де түсу, түспеу. Мысалға соны қарастырамыз, соны барлығын көбейтіп қосқан кезде бізде жауабы 8-ден 3 шығады. Ал келесі есебімізге көшсек, емтиханға 1-ден 25-ге дейін нөмірленген билеттер дайындалған. Бір оқушының кездейсоқ алған билеттің нөмірі 1 таңбалы сан болу керек. Яғни бізде 1-ден 25-ге шейін 1 таңбалы сандар ол 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сонда барлық сан 25 болса, біздің 1 таңбалы санымыз 9. Сол кезде соның ықтималын тапқан кезде бізде 25-тен 9 болады. Ал екіншісі 2 таңбалы сан болуының ықтималығын табамыз. 2 таңбалы сан ол қалған 1 таңбалы саннан бөлек сандар болады қой. Сонда бізде барлығы 25 сан болса, m-іміз бізде 16 сан болады. Сол кезде 2 таңбалы сан болу ықтималығының саны бізде 25-тен 16 болады. Ал келесі есеп 31-де 9. Кездейсоқ 2 таңбалы сан таңдап алынды. Төмендегі оқиғалардың ықтималдықтарын табыңдар дейді. Бірінші оқиғамыз ол алынған сан 0-мен аяқталады. Яғни 0-мен аяқталады десе, біз 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 дейтін сандарды ғана қарастыра аламыз. Ол барлық 9 сан бар. Сол кезде бізде барлық санымыз тең 90 болса, 90-нан 9. Сол кезде бізде болады жауабы 10-нан 1 болады. Ал екіншіміз ол алынған сан бірдей цифрлардан құралған дейді. Сол кезде ол бізде дәл солай 9 болады, оған мысалы 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 деген сандарды қарастырамыз. Ол кезде бізде дәл солай 90-нан 9 болады да, екеуін қысқартқан кезде 10-нан 1 болады жауабы. Ары қарай келесі үшінші оқиғамыз ол алынған сан 27-ден артық 46-тан кем болу керек дейді. 27-ден артық 46-тан кем бізде барлығы 18 сан бар.
28-ден бастап 45-ке шейін. Сол кезде бізде болады 90-нан 18, екеуін қысқартқан кезде 5-тен 1 болады жауабы. Ал 2 таңбалы квадрат сандар ол бізде мысалға 16, 25, 36, 49, 64, 81 секілді сандарды қарастыра аламыз. Ол сол кезде бізде барлығы 6 сан. Сонда 90-нан 6 болады да, сонда екеуін қысқартқан кезде тең болады 15-тен 1 болады жауабы. Бұл есебіміз шықты. Ал келесі соңғы есебіміз төмендегі берілген оқиғалардың орындалу жиіліктерін табу керекпіз. Бірінші оқиғамыз сатып алынған 5 лотереялық билеттің біреуі 30 билеті болып табылады делінген. Сол кезде біз барлығы 5 билет, оның біреуі ғана 30 билет, сондықтан 5-тен 1 болады бұл есептің жауабы. Ал екіншіміз сатып алынған 100 лотереялық билеттің 4-еуі 30 билеті болады. Бұл жерде 100-ден 4, яғни 0,100-ден 4 болады. Үшіншіміз ол атылған 20 оқтың 6-ауы санаға тиді дейді. Сонда 20-дан 6, 0,3 болады жауабы. Ал соңғы шартымыз сол 30 күннің ішінде 12 күн ашық болды дейді. Сол кезде 30-дан 12 болады, тең болады 0,4. Ал осы есебіміз осылай оңай шығады екен. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.